Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz manazilul akhirati, ahiret баспалдақтары дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Келіп тоқтаған жеріміз, бүгінгі тақырыбымыз Масиру рухи бa'да муфарақатил жасади. Яғни адамның жаны денеден шыққаннан кейін қай жерде жүреді, қайда болады, соған тоқталып кетеміз. Енді адамның соңғы сәтіндегі жан шығуға содан бастайық. Адамның егер өлім аузында жатқан адам жақсы адам болатын болса, мұсылман адам болатын болса, оған жұмақтан періштелер келеді. Жұмақтан періштелер келеді. Сөйтіп, әлгі адамның көз жанары жеткен жеріне дейін әлгі періштелер отырады екен. Одан кейін кім келеді? Мәләкул мәут, өлім періштесі әлгі кісінің бас жағына келеді. Сөйтіп, өлім періштесі былай деп айтады: мұсылман адамға айятухан нафсу таййиба, уа таза жан дейді, кәна фил жасади таййиб, таза денеде болдың дейді, ухруджи хамида, яғни Алла Тағала саған Алланың құзырына мақтау болған күйде шыға ғой дейді, ухруджи радиятан мардиян анки, Алла саған разы болған күйде шық дейді. Әбшири би раухин ва райханин ва раббин ғайры ғалбан. Және саған енді тыныштық болады, және саған хош иіс болады деп айтқан екен. Міне осылай өлім періштесі осылай сүйіншілеп айта береді, қашанға дейін? Әлгі таза жан, рух денеден шыққанға дейін екен, денеден шыққанға дейін. Енді денеден шыққаннан кейін әлгі бірінші келген періштелер емес, жұмақтан келген. Олар жұмақ періштелер деп аталады. Олар әлгі өлім періштесінің қолында, енді жан шығарып алды ғой, адам жан шығарып алды ғой, қас қағым сәтке қалдырмайды екен. Қас қағым, яғни көзді жұмып ашу ғой, қас қағым. Қас қағым сәтке қалдырмайды. Жұмақ періштелері жұлып алады, не істейді екен? Жұмақтан өздерімен бірге әкелген ақ кебін бар ғой, соған әлгі жанды салып, Алланың құзырына алып кетеді екен. Сөйтіп, 7 қабат аспан бар, білеміз, бірінші қабатқа және періштелер көтеріп алып кеткен кезде таласады. Мысалға, кішкентай баланы перзентханадан шығарған кезде ата-анасына табыстайды ғой, мен ұстайын деп адамдар таласады. Сол сияқты жақсы адамның жаны, мұъмин мұсылманның жанына періштелер таласады екен. Және жер бетінде қандай хош иіс болған болса, содан күшті жұпар иіс ақиды екен. Әлгі неден? Тәннен бе, рухтан ба? Рухтан. Тән қалды ғой, рухқа көтеріліп барады. Сонда періштелер өзара әңгіме қылады дейді. Бұл сондай ерекше иіс, мына жер тараптан келіп жатқан нағылған иіс деген кезде, сонда бір не деп айтады? Бұл пәленшенің ұлы түгенше деп, кәдімгідей әкесімен өз атын атап тұрып айтады екен, жандар. Мақтап, мадақтап алып барады екен. Бірінші қабат аспанға барған кезде есік ашылады, екінші қабат, сөйтіп 7-ші қабат аспанға дейін әлгі таза рух көтеріледі екен. Сосын Алла Тағала не деп айтады? Мен адамды жерден жараттым, және тәратын ұхра дейді, ертең қиямет болған кезде қайдан тұрғызамын, енді соған дейін жерге қайтарыңдар деп айтады екен. Адам қайтыс болғаннан кейін қай жаққа, қай әлемге барады? Барзақ дейді әлемге өреді. Адамға қайтыс болды ғой, қайтыс болғаннан кейін қиямет қайта тұруға дейін осы аралықты барзақ әлемі дейді. Осы аралықта болады екен. Қайтарыңдар. Енді ол жаман адам болатын болса, имансыз, кәпір адам болатын болса, әлбетте
періштелер тозақтан, яғни тозақ періштелері тозақта өздерімен бірге алып келген қара кебіні бар. Соған әлгі өлім періштесі де не істейді? Өлім періштесі шыққан кезде сүйіншілемейді оны. Керісінше оны не істейді екен? Уа кірленген нәпсі, жаман денеде болған және сөгілген күйде, Алла саған ашуланған күйде шық деп айтады екен. Сонда жаман адамның рухы, нәпсі денеден не істейді екен? Қашады дейді. Қашады. Сонда өлім періштесі жол болып шығарған кезде әлгі тозақ періштелер қас қағым сәтке қалдырмайды, оның қолынан да жол болып не істейді екен? Жоғары көтеріп алып кетеді. Енді 7-ші қабат, 1-ші қабат аспанға барған кезде оған есіктер ашылмайды. Әлгі мұ'мин мұсылманға ашылды ма, ал бұған ашылмайды дейді. Өйткені аят бар дейді, Әс-Саиді дейді, Аллахтан не деп айтады? Инналлазина каззабу биаятина, біздің аяттарымызды жоққа шығарғандар, өтірікке шығарғандар, ла туфаттаху лахум абуабус сама, оларға аспанның есіктері ашылмайды дейді. Яғни 1-ші қабат аспанның өзіне есігі ол имансыз кісіге ашылмайды екен. Имансыз кісіге ашылмайды екен. Ол да дәл сол жерден періштелер не деп айтады? Но қандай жер бетінде ең сасық иіс болатын болса, содан да бетер әлгі жаман рухтан сасық иіс шығады екен. Сонда 1-ші қабат аспан періштелер не деп айтады? Оған рұқсат жоқ. Не деген сондай жаман иіс, сөгілген күйде, позор болған күйде кері қайтарыңдар деп айтады екен жаңағы. Енді ары қарай мынада аят бар Құран кәрімде, Әс-Саиді билlah, Аллаху ятаваффал анфуса хина маутиха. Адам қайтыс болатын кезде жандарды, рухтарды Алла алады дейді. Яғни адам жан кім алады екен? Жалпы адам бола ма, хайуандар бола ма, ол Алла жанды алады дейді. Осындай аят. 2-ші аят бар. Хатта иза жаа ахадухумул мауту, сендердің қайсы бірге өлім, ажал келген болса, тауаффату русула, біздің періштелеріміз сендер жандарыңды алады дейді. 1-ші аятта не деп айтты? Алла жан алады деді ғой. 2-ші аятта періштелер жан алатындығын айтып жатыр. 3-ші аятта Қул ятауаффакум малакул маути аллази укила бика. Оларға айт, жан алуға жауапты болған малакул маут, өлім періштесі сендердің жандарыңды алады деп айт дейді. Қарап отырсақ, енді осы 3 аяттың басын қалай біріктіреміз? Кім сонда жанды алады деген сияқты мәселелер шығады. Міне қараңыздар. 1-ші әлгі жұмақтан немесе тозақтан келген періштелер келеді дедік қой, дұрыс па? Өлім періштесі келмей тұрып, міне солар болады. Соны айтып отыр Алла Тағала. Біз тараптан жіберілген періштелеріміз жандарыңды алады дейді. Түсініп ма? Әлгі өлім періштесінен жол болады дедік қой, қолынан жанды. Дұрыс па? Міне сол періштелерді нұсқап отыр Алла Тағала. Ал және өлім періштесі жанды алады деп отқандағысы, ол 1-ші жанды шығарып алатын не? Ол өлім періштесі. Ал 3-ші аятта жанды, Алла жанды алады деген сөз, Алла Тағала істі жарататын Алла. Өйткені Құран кәрімде аят бар. Инналлаха халақакум ва ма та'малун. Алла Тағала сендерді жаратты, және сендердің істеріңді де Алла жаратты дейді. Бізді жаратқан Алла, біздің ісімізді жаратқан Алла. Мен қазір осы жерде тұрмын ба, осы ісімді жаратып жатқан кім ол? Алла. Алланың тауфиқымен Алла маған нәсіп етті, Алла соны жаратып жатыр. Алла нәсіп етпегенде болмайды деді мысалы. Алла істі жаратады. Өйткені аятта Алла Тағала өзі айтып тұр. Енді мынандай мәселе бар. Жалпы барзақ әлемінде, яғни адам енді жаңа айттық қой,
мейлі жақсы адам болсын, жаман адам болсын, мұъмин болсын, кәпір болсын, ол қабірге қайтарылады. Біздің түсінігімізде жерлеу рәсіміне барып жүрміз ғой. Сол уақытта екі періште бірінші келеді деп ойлаймыз. Екі періште келді, сұрақ қалады деп ойлаймыз. Ең бірінші ол емес екен, ең бірінші қабір қысымы болады екен. Содан кейін екі періштенің сұрағы болады. Бірінші қабір қысымы. Оған бұйырса келесі дәрістерде тоқталамыз, қабір қысымына, сол екі періште арқылы. Жалпы рухтар барзақ әлемінде болған уақытта жалпылама 7 түрге бөлінетін рухтар. 7 түрге бөлінетін рухтар. Өйткені кейбір адамдар тәндерін қараймыз, сүйек болып кетеді, топырақ болып көреміз ғой. Ал енді Аллаға шынайы болған, тақуа болған құлдар әлбетте олар денелері несемейді, шірмейді. Ал енді былай адамдарды шіріп сүйек болып кеткенін көреміз. Енді олар рухтар қайда деген сұрақта 7 түрге бөлінеді дейді рухтар. Ең бірінші рухтың түрі әлбетте ол пайғамбарлар, елшілердің рухтары екен. Олар әл-әруаху такуну фил мәләил а'ла, жоғарғы дәрежелерде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішкене қалды. Миғражға көтерілген уақытта білеміз, 7 қабат аспанда әр қабатында пайғамбарлармен кездескендігі бар. Бірінші қабаты адам пайғамбармен, екінші қабаты Иса пайғамбармен деген сияқты 7-ші қабатта Муса пайғамбармен кездескендігі бар. Енді ол кісілермен кездескен уақытта ол кісілер қайда болды деген сұрақ. Ол кісілердің рухтары не? Ол кісілер барзақ әлемінде деп айтылады екен. Пайғамбарымыз миғражға көтерді ғой. Олар барзақ әлемінде деп айтылады екен. Тіпті Муса алейхиссаламның қабірінде намаз оқып тұрған көрдім деген хадис бар. Ол яғни барзақ әлемінде бар ондай нәрсе, барзақ әлемінде болады. Ол пайғамбарлар нелерден фил мәләил а'ла деген осы 7 қабат аспанда айтылады. Енді бұл жерде не? Пайғамбарлардың рухтары жүретін жер. Одан кейін екінші рухтың түрі бар. Ол қандай рух? Ба'ду арвахи шухада, кейбір шәһидтердің рухы дейді. Барлығы емес, кейбір. Өйткені қандай да бір шәһидтің қарызы болатын болса, сөйтіп дүниеде өтсе, ол мына дәрежеге түсіп енбейді екен. Қарызы болмаса ғана ілігеді осы дәрежеге. Өйткені бұл шәһид, қарызы жоқ шәһидтер рухы Алла Тағала құрметтеп қойған еді. Олардың рухын олар құстың ішіне кіргізіледі рухы. Содан кейін әлгі рух құстың ішінде болған шәһидтің рухы жәннатта жалпы жоғарыда не істейді екен? Бүкіл нәрсені көріп, бәрін нығметтерді көріп айналып жүреді екен. Алла Тағала құрметтеп қойған екен. Имам Ахмадтың мұснадында мынандай хадис бар. Я Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, Алланың елшісі, ин ана митту фи сабилиллахи фамаза ли дейді. Бір сұрайды, бір кісі, Алланың елшісі, мен Алла жолында қайтыс болсам дейді, маған не бар дейді, айтыңызшы дейді. Фақала саллаллаху алейхи уассалам, лакал жанна, саған жәннат бар. Фаламма уалла ар-раджулу, әлгі кісі бұрылып кетіп бара жатқан уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты? Илля дайн деген. Яғни қарызың болмаса деп айтқан. Қарызың болмаса деген имам Ахмадтың хадисі бар. Үшінші рухтың түрі ол жәннаттың есігінің алдында, жәннатқа кірмейді, бер жағынан есігінің алдында мәхбуса, қамалып тұрады дейді. Ары қарай ешқайда кете алмайды. Сол жерде қамалады. Төртінші рухтың түрі бар, ол мәхбуса фил қабр. Яғни мәхбуса фил қабр. Қабірде қамалады. Басқа жаққа шыға алмайды деп қабіріміз. Бесінші түрі бар, ол әлбетте ол жәннаттың ішінде болады. Жәннаттың ішінде оған арнайы шатыр тігіледі. Сондай жасыл күмбезде отырады, қасында жәннаттың өзені ағылған, жәннаттың ризығынан жеп, тек қана жәннатке кірген бойда қақпасының алдында отырады, яғни нығметтерді пайдаланады дейді. Ол жалпы шейіттерді, қарызы бар деп айттық қой. Қарызы бар шейіттер болса, олар солай болады. Ал қарызы жоқтар олар не істейді? Жәннаттың барлығын аралап сөйтіп жүреді екен. Алтыншы түрі ол жерде қамалатын рухтар бар.
ол қабірде де емес, жәннаттың есігінің алдында немесе кірген бойдағы емес, немесе аралап та жүрмейді, ол жерде, осы дүниеде қамалады. Ондай қандай рухтар десе, осы тірі кезінде сондай адамдармен бірге болған, ол жиналыстарында не дүниеде бос әңгіме, бос іс-әрекеттермен айналысатын адамдардың рухтары жерде Алла Тағала қамап тастайды екен. Ал жетінші түрі бар, Алла сақтасын, ол зинақор ер мен зинақор әйелдердің рухтары дейді. Олар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям миражға көтерілгенде айтады ғой, мен сондай зинақор адамдарды көрдім, олар қалай азапталып жатыр дейді. Сондай пеш болады дейді, ойылған нәрсе дейді, соның астында от жағылған, әлгі кісілердің айқалап жатқан, азапталып жатқан көрдім деп айтады, болды. Олар рухтары қияметте қайта тұрғанға дейін барзақ әлемінде зинақор ер болсын, әйел болсын, осылай азапталады дейді. Фиттаннур, әлгі пеш сияқты дейді, азапта болады деп айтады. Міне, болды. Алла Тағала осы естіп білгендерімізге амал етуімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.